Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бананды пирог рецептін ұсынамын. Миксерсіз жасалады. Барлық ингредиенттер видеоның астында жазылып тұр. Ең алдымен ыдысқа бананды бөліп саламыз. Оны кейін жақсылап шанышқымен езуіміз қажет. Езілген бананның үстіне жұмыртқа саламыз. Қант саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді 6 ас қасық сұйық май саламыз. Жақсылап шанышқымен араластырамыз. Менде електе ұн, қопсытқыш, ас содасы және де корица бар. Осылардың барлығын електен өткізіп, тағы да осы біздің ыдысымызға салып, силиконды күрекшемен немесе қасықпен жоғарыдан төменге қарай араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді салған кезде барлығын бірден салмаңыздар. Өйткені біркелкі болмай қалуы мүмкін. Қамыр осындай болып шығады. Енді оның үстіне үгіттіп жаңғақ салам, бірақ ол міндетті емес. Мен дәміне қарай осы жаңғақпен шоколад салдым. Бірден айтып қойын, бұны салмасаңыздар да болады. Тағы да жақсылап араластырамыз. Пешті алдын ала қыздырып қойыңыздар. Мен осындай силиконды формада пісіремін. Қалауыңызша кішкентай кекс формасында пісірсеңіздер болады. Пирог ретінде дөңгелек формада пісірсеңіз болады. Оның барлығы өзіңіздің қалауыңызша. Енді осы пирогты 180 градуста шамамен 40-50 минут пісіреміз. Әркімді пеші әртүрлі, міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Ағаш таяқшаны түйреген кезде ол құп-құрғақ болып шығу керек. Сол кезде біздің пирогымыз дайын деген сөз. Менде шамамен 45 минутта пісті. Енді осы формадан босатамын. Төңкеріп алып, осылай босаттым. Толықтай суытқандарыңыз жақсы, бірақ жылы күйінде жей беруге де болады. Пирог ыстық күйінде өте дәмді. Біздің пирогымыз дайын. Маған пирогтың дәмі өте қатты ұнады. Қазір кесілгенде ортасы қандай болып шығатын сіздерге көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл пирогты жасаған кезде бір күнде пирогтан дым қалмады шын мәнісінде. Өйткені мен отбасыма өте қатты ұнады, қызымды сүйіп жеді. Мен салмасына жаңғақ пен шоколад салдым дедім. Сіздер қалауыңызша мейіз салсаңыздар болады, жаңғақтың басқа түрінде салсаңыз болады, немесе дым ешнәрсе салмасаңыздар да болады. Мына қараңыздар, пирог қазір ыстық болып тұр, ортасы толықтай піскен, осындай әдемі, жұмсақ, нәзік болып шығады. Дәмі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздермен болған Гүлжанат. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.